Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте аз уақыттың ішінде тез әрі оңай жасалатын, дәмді болып шығатын, өте керемет тіске басар рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видео ұнаса, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, басқа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауды баса кетіңіз. Керекті ингредиенттердің құрамының барлығын видеоның астында описанияға жазып кететін боламын. Ал бізге ең алдыменен осындай шұжық қажет болады. Шұжықтың барлығын үстіп дөңгелек етіп кесіп турап аламыз. Маған осылай ыңғайлы болғаннан кейін осылай дөңгелекше етіп турадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай турасаңыздар болады. Барлық туралған шұжықтарды арнайы таза ыдысқа алып шетке қоямыз. Келесі кезекте бізде ірімшікті де жұқалап төрт бұрышты етіп кесіп турап аламыз. Ірімшікті таңдаған кезде сапасына мән беріңіздер. Ірімшігіміз міндетті түрде еретіндей болуы қажет. Бұл жерде мен сметанковый деп аталатын ірімшікті пайдаландым. Ал сіздер өздеріңізге ыңғайлы әрі қолжетімді кез келген ірімшікті пайдалансаңыздар болады. Бастысы еретіндей болса болғаны. Туралған ірімшікті де ыдысқа салып шетке алып қоямыз. Келесі кезекте бізде қызанақты да дөңгелек етіп, жұқалап кесіп тураймыз. Туралған қызанақты да ыдысқа салып шетке алып қоямыз. Келесі бізде турайтын зат ол қияр. Қиярды да дөңгелек етіп, жұқалап кесіп, турап қоямыз. Кейін оны да таза бір ыдысқа салып шетке аламыз. Қияр мен қызанақты қолданбас бұрын міндетті түрде ағынды суда жуып тазалап аламыз. Одан соң пиязымызды алып, жұқалап, жартылай дөңгелекше етіп, турап, дайындап аламыз. Көрсетілген ингредиенттердің барлығын өздеріңіздің қалауларыңызша көлемін үлкейтіп, яғни қосып, немесе алып тастауларыңызға да болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Барлығын турап алдық. Енді соусын жасаймыз. Ол үшін бізге майонез қажет болады. Майонезге кетчуп салып, оның үстіне тұз, бұрыш, қара бұрыш және қызыл бұрыштарымызды салып, барлығын қасықпенен жақсылап түгелдей араластырамыз. Соус жайлы айтатын болсам, бұл соус лавашпен жасалатын барлық тағамдарменен жақсы үйлеседі. Сол себептен лавашпен жасалатын тағамдардың ішіне қорықпай қоса берсеңіздер болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте бізде осындай дөңгелек лаваштарыңыз осындай дөңгелек болғаны жақсы. Сол кезде барлығы дұрыс шығатын болады. Лавашты дәл осылай кесіп аламыз. Кейін оның үстіне жаңағы дайындап қойған соусымызды бірнеше қасық қып салып, оны жұқалап жағып орналастырып аламыз. Кейін соус сыртқа ағып кетпеу үшін бірнеше қасық қоссаңыздар жеткілікті, одан артық көп қоспаңыздар. Енді ағынды суға алдын ала жуып алған салат жапырақтарын орналастырып, оның үстіне жаңағы туралған қызанақтарымызды қойып шығамыз. Кейін қызанақтың жанына қиярды орналастырамыз. Қиярды орналастырып болғаннан кейін дәл жанағында етіп ірімшікті де орналастырып қойып шығамыз. Сіздер орналастыру ретін өздеріңіздің қалауларыңызша ауыстырып қойсаңыздар болады. Ал менде келесі кезекте шұжық, оны да жақсылап орналастырып аламын. Кейін оның үстіне пиязымызды салып, барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей етіп бетіне қойып аламын.
Барлығын орналастырып болдық. Енді тіске басарымызды жинай бастаймыз. Қолымыздың көмегімен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп үш бұрышты қалыпқа лавашымызды келтіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте тез әрі оңай жасалды. Алдын ала греницамызды немесе греница болмаса табаларыңызды газға қойып қыздырып алсаңыздар болады. Кейін екі жағынан аударып, екі жағын бірдей етіп қызартып пісіріп аласыздар. Міне біздегі тіске басар дайын өте оңай әрі тез жасалды. Асыққан кезде санаулы минуттардың ішінде өте тез, дәмді әрі ерекше болып шығатын тіске басарды міндетті түрде отбасыларыңызға жасап қуантуларыңызға кеңес етемін. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасап көрсеңіз, қалай шыққаны жайлы комментарийге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір кері байланыстарыңыз смайлик болса да мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.